Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Топ деңгейі жоғары 58-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы қазақтың ырымдары, грамматикалық тақырыбы түсіндірмелі салалас, құрмалас сөйлем. Ережемен танысыңыз. Соңғы сөйлемі алдыңғы сөйлемнің мағынасын түсіндіріп тұратын құрмалас сөйлемнің түрі түсіндірмелі салалас, құрмалас деп аталады. Олар сонша, сондай, соншалық, сол, мынау жалғаулықтары арқылы байланысады. Мысалы, менің ырымға сенетінім сонша, оларды үнемі сақтап жүруге тырысамын. Тапсырма. Сөйлемдерді жалғастырыңыз. Тапсырма. Төмендегі ойлардың себебін түсіндіріп жазыңыз. Тапсырма. Берілген сөйлемдерді себеп салдар немесе талғаулы салалас сөйлемдер құраңыз. Берілген сілтемені пайдалана отырып, тапсырмаларды одан әрі жалғастырып орындаңыз.